Баршаңызға сәлем. Бүгін мен какаодан жасалған творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, шекерді 3 бөлікке бөліп, 2 есе ұлғайғанша осылай миксерлейміз. Подсолнечный масланы дәл солай етіп 3 бөлікке бөліп миксерлеп аламыз. Сосын 280 грамм ұнға 35-40 грамм какаоны салып, разрыхлитель ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді 2 есе ұлғайған жұмыртқамыздың үстіне какао мен ұнды салып, жақсылап араластыра отырып, сүт құйып тағы миксерлейміз. Енді творогымызды дайындаймыз. 500 грамм творогқа 1 жұмыртқа, шекер, крахмал, қаймақты араластырып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң 28 диаметрлі ыдысқа тестамызды салып, мен көрсеткендей етіп, дәл осылай творогымызды салып шығамыз. 80 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне менің пирогым дайын, өте әдемі көтерілді, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.